Айша анамыздың мешітіне барып, сол жақта 2 рәкат намазымызды оқып, Қағбаға қарай аттанатын боламыз. Алланың қалауымен ателден осы Айша анамыз мешітіне келдік. Біздер жаңа ғана тауаф алаңына шығып, Қағбаны 7 рет айналып, Сафа Маруа алаңына келдік. Қазір біз Меккенің тұрғындарына гүл тарататын боламыз. Өйткені Айшанам пайғамбардың қасынан ешқашан ажырамаған. Алланың қалауымен ателден осы Айша анамыз мешітіне келдік. Ұсыз енді қызықты бір оқиға, немесе Айша анамыз мешіті туралы бір дерек айтып кетсеңіз. Жалпы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам соңғы қоштасу қажылығында өзімен бірге қаншама өзінің ханымы әйелдерін осы жерге ертіп келеді, Мекке қаласына. Мекке қаласына келіп, қажылықтың шарттарын орындап, қажылық ғибадаттарына бастаған уақытта әйел кісілерге тән күндер келген үшін Айша анамыз қажылықты орындай алмау қаупі бар еді сол уақытта. Соған байланысты Айша анамыз қатты бұл уақытта көңіл күй түсіп кетеді. Солайша пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бұл мәселені айтқан уақытта пайғамбарымыз Айша анамызға былай бұйырады: Айша, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, басқа да ғибадаттарды орындай беріңіз. Аллах тағаладан хабар күтеді. Аллах тағалада жаңағы белгілі күндер біткеннен кейін қажылықтың шарттарын орындайсыз дейді. Бірақ қайтадан білесіздер, шартты орындау үшін не істейді? Джиране, Худайбия, Зүл-Хулайфадан біреуінен кіріп келу керек болады. Сол жерден барып, ихрамға кіріп, қайтадан қажылыққа оралу керек болады. Ал олар алыс. Аллах тағала Айша анамыздың құрметіне осы Танъим мешітін осы жерден ихрамға кіруге рұқсат береді. Солайша бұл жер бір ихрамға кіретін жер болып, Айша анамыздың құрметіне сондай жерге айналады. Былайша айтқан уақытта ол жаңағы енді ихрамға кіру үшін сонау алыс жерлерге бару мәжбүретінде қалатын еді. Түсінесіз бе? Алланың мейірімі түсіп, осы жерде ихрамға түсіп кетеді. Кез келген Меккеге келген кісі ихрамға кіретін болса, осы Мекке қаласының іші болып кетті. Енді бұл жер қазір 5 минуттық жер. Ең жақын ихрамға кіретін жер осы жер. Болашақ қажылар, біз намазымызды бітіріп, құптан намазын, ихрам намазын оқып алып, қазір умра сапарына бара жатырмыз. Екінші умра жасауға. Ал мына көріністі көріп отқандарыңыз Айша анамыздың мешіті. Машалла, керемет. Өте керемет мешіт. Біздер жаңа ғана тауаф алаңына шығып, Қағбаны 7 рет айналып, Сафа Маруа алаңына келдік. Қазір Алланың қалауымен ол Сафа Маруаны өтетін боламыз. Ал достар, бүгін қазір ғана отелімізден шығып, бүгін нешінші күн? Бүгін 4-ші күн ба? Кешке Сәуір тауына барамыз. Бүгін Меккедегі 4-ші күніміз. Бос уақыт болғанға дейін, кешке уақытқа дейін. Қазір біз Меккенің тұрғындарына гүл тарататын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ей!
жұпар гүлдерді қағбаның айналасындағы торговый центрлерді іздейтін боламыз. Do you know where is the flowers? Yeah? Flowers. No English. Where is? No English, okay. Brother, assalamu alaikum. Do you speak English? Okay. Assalamu alaikum. Do you speak English? Қазақ емессіздер ма? Қырғыз. Brother, assalamu alaikum. Do you know where is the flowers? Flowers? Flowers Kakia. Itu Kakia? Kakia supermarket. Kakia supermarket, where is? 15 kilometer minimum. 50 kilometers? 15 kilometer. Flowers. Do you know where is? Oh, ورد. هذا عزيزية. Where is? Assalamu alaikum. أهلا وسهلا. حياكم الله. يا مرحبا أهلا وسهلا. أوزبكستان؟ Ne, Kazakhstan. Kazakhstan. Tokayev, Kayrat Nurtas, أيوه. Kayrat Yermekbayev. أيوه ما شاء الله تبارك الله. أهلا وسهلا. حياكم الله. يا مرحبا. هذا أبو موجي. محمد. أنت حميد. ما شاء الله. Yeldos. حرم ما. Okay. نو. Al-Haram no? ايه اركب تاكسي انت كلم قول ابا Taksi. بس دحين يلا Okay. تاكسي اوكي Al dostlar, biz ақшаны алдық. Енді Хамитіге біз қыдырамыз деп. Ақшаны алдық. Қазір енді гүл сатып алуға бара жатырмыз. Құрметті достар, такси іздеп, аман зорға тауып, цветочный магазинге, яғни гүлдер магазиніне бара жатырық. Бару қанша реал деді? 14 реал, қайту 13 реалға келістік. Жүру жолы примерно 10 минуттай. Меккеден осы жаққа дейін. Примерно бір 5 минуттай қалды, аман сен жетсек. Ал таксиден түстік. Қағбамен осы жақтың арасы примерно 10 минут. Кеттік, кірек. Бисмилля. Машалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қолыңызды алайын, кереметте қолыңызды. How are you? Жақты. Достар, бізге 50 реалға осындай бір әп-әдемі гүлдерді алдық. Бізге орап әдемілеп берді. Еще хадияға тағы бір гүл берді. Алланың қалауымен қазір Мекке тұрғындарына тарататын боламыз. Құрметті достар, біз Әл-Харам аймағына түсіп, қазір Меккенің тұрғындарын қуантатын боламыз. Мына әп-әдемі гүлмен. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's beautiful flowers for you. From Jordan. From Jordan. Hello for Kazakhstan, please. السلام عليكم يا أهل كازاخستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا. اسمك إيش؟ What's your name? يلدوز. شكرا يلدوز من كازاخستان. Beautiful flowers for you. Where is from? Kerala. Kerala. India. Hello. It's beautiful flowers for you. Thank you. Where is from? Paris. House. Hello from Kazakhstan. Hello. Thank you very much. Достар, қажылармен бірге көтеріп бара жатырмық. Осындай вид әп-әдемі. Тәуір тауының 90%-ына шықтық. Кішкене ғана қалды 15 минуттай. Біз Алланың қалауымен үшінші умрамызды жасағалы отырық. Ұстаздарымыз, қажыларымыз дайындықта, барлығы қобалжуда.